Барлығыңызға қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін біз балаға көбейту кестесін қалай жаттатуға болады, соған тоқталамыз. Ол үшін бізге көбейту кестесі бар дәптердің сырты керек, қағаз және қалам. Бастауыш сыныптағы балалардың проблемаларының бірі осы көбейту кестесін жаттау және оны есте сақтау. Осы сабағым менің сол проблеманы шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Ал кеттік. Әуелі 2-нің көбейту кестесін жаттаймыз. 12-ні 2-ге көбейту керек. Ол үшін баланың алдындағы жатқан дәптерге үнемі қарап отыру керек. Екі жердегі 2 4 екенін ол дәптерден қарап біледі. Және екі жердегі 1-дің 2 екенін дәптерден қарап біледі. Келесі 21-ді 2-ге көбейтейік. Екі жердегі 1-мен ол кездескен, ол 2-ге тең. Есінде сақтауы тиіс. Екі жердегі 2 4 екенін жаңағыдан біледі. Енді 31. Екі жердегі 1-дің 2 екені оның есінде қалды. Екі жердегі 3-ті дәптерге қарау керек. Екі жердегі 3-ім 6-ға тең. 42-ге келеміз. Екі жердегі 2-ні дәптерге қарамай-ақ ол уже есінде сақтады. Ал екі жердегі 4-ті дәптердің сыртына қарайды. Ол 8-ге тең. 53. Екі жердегі 3 бізде кездесті. Екі жердегі 3-тің 6 екенін ол есінде сақтады. Немесе әзірге есінде сақтағанша дәптердің сыртына қарауға болады. Екі жердегі 5-ім дәптердің сыртына қараймыз, ол 10-ға тең. Мінекей осындай есепті неғұрлым көп шығарған сайын баланың есінде қалады. Екі таңбалы санға көбейтуді меңгеріп алғаннан кейін 3 таңбалы санға көшуге болады. Мысалы 123. Екі жердегі 3 оның есінде қалды. Екі жердегі 2 есінде қалды. Екі жердегі 1 есінде қалды. 422. Енді ол оңай көбейтеді. Мынаның 4 екені, мынаның 4 екені, мынаның 8 екені оның есінде. 634 дейік. 4 жердегі, 2 жердегі 4 оның есінде. 2 жердегі 3 6 екенін біледі. 2 жердегі 6 12. Егерде ол есінде сақтай алмай қалған болса, оған дәптердің сыртына қарауға мүмкіндік беру керек. Дәл осындай әдіспен мен сіздерге 3-ті жаттаудың, 3-ге көбейтуді жаттаудың ұсынамын. Және 4-ге көбейтуге байланысты мысалдар ұсынамын. Сонымен бірге 5-тің көбейту кестесін жаттауды да ұсынамын. Егер осы тәсілмен жаттауды үйренетін болсақ, бір жағынан көбейту кестесін жаттаймыз, екінші жағынан баған түрінде шығарып жаттығамыз. Егер менің видеом сізге пайдалы болған болса, комментарий жазып, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сонымен бірге достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны да басып кетіңіз.